сұрақтарыңыз болса да неге астына жаза беріңіздер. Мен мүмкіндігінше енді сабақ қазақша жүреді, вебинар қазақша болады. Мен мүмкіндігінше жеңіл түрде түсіндіруге тырысамын. Бір нәрсені ғана көріп алайық. Мына жерде бөлісе алмайды екенбіз, хорошо. Онда былай істейміз. Бүгін бастай берейік. Запись болатын шығар, кім? Әділ? Запись басталып кетті. Басталып кетті ма? Жақсы. Онда қайырлы күн, қайырлы кеш. Бүгін бізде ең алғашқы вебинар Олимп бойынша мынау спорттық программалау федерациясы ұйымдастыруымен ең алғашқы вебинарды мен жүргізем. Менің есімім Берғали, Бердібаев Ерғали. Қазіргі таңда Кореяда 7,5 жыл болды. Осы жерде докторлықты оқыдым, KS деген университетте. Қазіргі таңда Гайон деген AI компанияда сол жерде жасанды интеллект бойынша аға инженер болып жұмыс істеймін. Сонымен бүгінгі бізде тақырып сызықтық регрессия. Жалпы сызықтық регрессияның ең пайдасы, мысалы, біз оны былай көре алмаймыз мүмкін да. Ол көбіне сызықтық регрессияда, мысалы, бір зерттеулер жасаған кезде сызықтық регрессияны қолданады. Әрине, сызықтық регрессияға дейін жалпы машиналық оқыту деген нәрсе бар. Ол машиналық оқытудың негізі 3 түрі болады да. Енді мен сол 3 түрінің ең алғашқысы ол supervised learning деп аталады. Supervised learning, яғни алдын ала лейблдар, алдын ала меткалар беру арқылы тұжырым жасау, жорамалдау жасау. Оның неде supervised learning өзі екіге бөлінеді: регрессия және классификация. Енді біз өтетініміз бүгін регрессия. Жалпы регрессия деген, егер прогрессия деген сөзді білетін болсаңыздар, регрессия деген сөз сол прогрессияға керісінше жалпы өзінің атауында қандай да бір есептеулердің арқасында бір қателіктерді жалпы түбінде бір ең оңтайлы сызықтық болатын болса, сызық регрессия, сызықты түзу, сызықты орналастыру, қателіктерді азайту арқылы да. Мысалы, бізге мынандай бір кесте берілетін болса, бізде 10 row дейді, 10 қатар бар. Соған сәйкес бізде бір Қазақстан деп айта берейін, Қазақстан бір нарығы, мамандықтар, қандай мамандықтар айтып қойын, бірақ жалпы бітірген деңгейлері бойынша және балалар саны және жасы, осыларға сәйкес жалақыны есептейді. Көбейтілген 100-ге деген, 1000-ға деген сөз, ол мысалы 150 деген сөз, 150 мың теңге. Мысалы, мынандай қызық болуы мүмкін да. Мен бірнеше сұрақтар қойып қойдым. Осы сұрақтардың төңірегінде біз сызықтық регрессияны түсіндіретін боламыз. Мысалы, балалар саны айлыққа қаншалықты әсер етеді? Енді мынандай сұрақ болуы мүмкін ғой, мысалы, енді примерно біз біліп отырмыз, егер бала саны көбейген сайын біз жұмысымызды көбейтуіміз керек, кірісті ұлғайтуымыз керек. Мына жерде тек қана балалар саны мен жалақыны қарайтын болсаңыздар, мысалы, бір шама алған кезде, 4 бала шаға болған кезде, мысалы, 600 мыңға дейін барады екен да. Егер ешқандай бала болмаса, онда 150-300 мың арасында деген секілді қылып жүреді. Әрине, бұл жерде бірнеше факторлар бар. Ол факторлар дегеніміз немесе independent variable дейді, бұл айнымалылар. Бізде мысалы бірінші айнымалының атауы балалар саны, екінші айнымалының атауы білім деңгейі, үшінші айнымалының саны атауы жасы. Осыларға сәйкес біз жорамал жасайтын бағанамыз бар, ол жалақы. Енді мерді қызықты сұрақтарым төңірегінде, мысалы, балалар саны айлыққа қанша әсер етеді? Немесе осының төңірегінде, мысалы, сен егер бала саның болса, қанша кемінде, немесе шамамен қандай айлықты алуың керек? Немесе, мысалы, тек қана білім деңгейіне байланысты, тек қана орта білім, мектепті бітіргеннен кейін жұмысқа кіріп кететін болсаң, немесе бірінші университет өзі 3 кезеңге бөлінеді: бакалавр, магистратура және докторантурада PhD. Осыған байланысты айлыққа қалай әсер етеді? Мысалы, бір қарайтын болса, PhD алып жатқан 750 мың екен, мысалы, 750 мың теңге. Ал орта мектеп, тек қана орта деңгейден бітіретін адамдар, мысалы, 150 мың ғана алады екен. Мүмкін бір сыпыра қараған кезде бұл әсері бар, айлыққа әсері бар.
Одан бөлек жастың әсері қаншалықты жастың әсері болады. Мысалы, жас айырмашылығы ұлғайған сайын айлық өсе ме? Иә? Мына жерге принципе қарайтын болсақ, орта мектеп осы деңгей бойынша қарайтын болсақ, онда мына жердегі айлықтар мен мына жердегі айлықтардың біршама әсері бар, өйткені ұлғайып жатыр. Болмаса, тағы да бір сұрақтың төңірегінде қарастыратынымыз, мынау жалпы осы көрсеткіштер бойынша, біз осы үш түрлі көрсеткіш бар бізде, осы үш түрлі көрсеткіш бойынша біз жалақыны тұжырымдайтын бір теңдеу құру керекпіз. Теңдеуді. Одан кейін соңғы бір сұрақ ретінде, мысалы, осы дерекке сәйкес біз жорамал жасайтын мынандай бір тұжырымдама жасауымыз керек, жорамал жасауымыз. Мысалы, бір адам бар, бакалавр дәрежесі бар, 2 баласы бар, және жасы 35-ке келген, оның айлығы шамамен қанша болуы мүмкін? Мысалы, осы сұрақты мен сіздерден сұрайын. Мынау сұрақ. Бізде мынандай данный бар, деректер бар. Енді бізге мынау жорамалды алдын ала жоспарлап көрейік. Сіздердің ойларыңызша қанша болады? Енді мен оқи аламын. Мынаны айтып көріңіздер. Мысалы, бір адам, бір бакалавр дәрежесі бар, адамның 2 баласы бар, және 35-ке келді. Оның мына нарықтағы айлығы қанша болуы мүмкін? Осыны чатқа жазсаңыздар да болады, негізі. Соған сәйкес кейін біз көреміз, салыстырып көреміз. Кім осы нәрсеге жақындады? Біздің тұжырымдаманы жасауға кім жақындады? Енді келесі нәрсе. Бірінші біздің талқылайтынымыз балалар саны айлыққа қаншалықты әсер етеді. Мен неге регрессияға бірден тереңге кетіп жатқан жоқ логистика. Мен алдымен сіздерге осының мағынасын түсіндіргім келіп жатыр. Неге мынау зерттеу жүргізеді, неге ол қалай сызықтық регрессияға әсер етеді деген сұрақтың төңірегінде мен алдымен сіздерге плавно осы тақырыпқа түсіндіргім келіп, ашқым келіп жатыр. Сонымен кеттік. Мысалы, біз балалар саны айлыққа қаншалықты әсер етеді деген сұраққа біз былай жасап көрейік. Біз тек қана балалар санын аламыз, және айлықты алайық. Сөйтеміз де осыған сәйкес 2 өлшемді графикті құрып көрейік. Мысалы, 0 деген сөз, 0 деген сөз, балалар саны ғой. 0 деген сөз, бізде 2 түрлі айлық бар. Ол 150 мың, 300 мың, жалпы алған кезде мына жерге кәдімгі мынау кесте бойынша біз нүктелерді жайғастырдық. Енді математикадан белгілі, жалпы алгебрадан белгілі, жоғары сыныптарда сызықтық теңдеудің графиктік теңдеудің мынандаймен белгіленеді. Кейде С дейді, кейде Б дейді, разница жоқ. Бұл жерде не? Мысалы, Y дегеніміз бізде мынау бағаны болатын болса, мынау абсциссасы болса, ординатасы болса, мынау X ойсы бойынша кетеді. X ойсы бойынша және Y-ті табу керек деген сөз жорамалда. Ал B дегеніміз не? Негізі B дегеннің мағынасы өте зор. Себебі B-ның мақсаты, егер X-тің мәні, мына X-тің мәні 0 болса, бастайтын нүктесі, негізі оны slope деп айтады, немесе bias деп атайды. Жалпы, мына B дегенде өте маңызды қызмет атқарады. Оның мақсаты біздің егерде X ойсымыз бойынша 0 болса, біздің сызығымыз, түзуіміз қай жерде басталу керек. Енді мына жерде қарап отырсаңыздар, AX дегенде бізде 0-ге айналса, бізде 2 түрлі шама бар. Ол 150 бар. 150 деген шама бар, және 300 бар. Біз осы екеуінің сәйкес біз айта алмаймыз қай жерден бастау керек екен. Сол үшін өте қиын болуы мүмкін. Bu жерде енді бұл 2 ғана нүкте бар да, мына жерде 2 ғана нүкте бар. Біз ойланып көріңіздер, мына жерде көптеген нүкте болуы мүмкін. Көптеген нүкте болуы мүмкін ғой. Бірақ біздің мақсатымыз мына бір коэффициентті, A деген коэффициентті табуымыз керек. A деген коэффициентті табуымыз керек. X дегеніміз мынау olur. Мынау X деген, мынау Y, мынау X деген сөз. Енді біз A-ны қалай табамыз? Мынау кәдімгі теңдеу бойынша біз мына B-ны мына жаққа ауыстырамыз, Y алынған B, одан кейін X-ті мына жерден бөлу деп жазсақ, принципе A-ны табар едік. Мынау дұрыс қой, өйткені кәдімгі теңдеу. Бірақ егер сіз осылай жазатын болсаңыздар, біздің жағдайда тек қана егер мынау орындалар еді, ол бір ғана мән болса, мысалы 0 және 150 дейтін болсақ, немесе мына 1 және 350 дейтін болсақ, онда мынау теңдеумен былай оңай табар едік. Бірақ қарап отырсаңыздар, бізде бұндай шамалардың әр қайсысына қарайтын болсақ, бізде Y1-ден Y2-ден осындай бір үлкен
теңдеулерді жазу керек болады. Y1-дің мәні ол AX-тің, өйткені барлық жағдайда бізде аларымыз коэффициент деп атай берейік, енді А дегеннің барлық тұрақты болу керек. Өшерге дейін сұрақ бар ма? Не істеп жатқаным? Өйткені мен сызықтық теңдеудің біреу емес 10 шамасы бойынша мынандай қылып жазып шығуым керек. Мен оны жазып шықтым. Мен не жерге тура осыны бір теңдеуді толықтай жазып шықтым. Y1 дегеніміз мынау, Y2 дегеніміз мынау деп ше. Алардың барлығы өзі X2 мынау, жалпы алған кезде мына теңдеудің әр қатар бойынша жазылған мәндері. Бірақ осы тұста біз алармен табу керек, және бұлар табу керек. Егер теңдеулер жүйесін осы бойынша шығаратын болсаңыздар, мына жерге теңдеулер жүйесін қою керек болады. 10 түрлі теңдеу бар. Осы 10 теңдеуде де аларымыздың мәні бірдей болу керек, бұлардың мәні де бірдей болу керек. Енді мен мынау мәндерді мен мына Y1 дегеннің мәндерін өздерін қойып шықтым. Y-тің мәндерінің барлығын, Y-тің мәндерін 150, 300, 150, 300, 250 деген мәндердің барлығын мына жерге қойдым. Соған сәйкес бізде X деген мәндеріміз бар, X1, X2, X3. Соған сәйкес мен 0 дегеннің барлығын, мына жерде X-тер болатын болса, мынаның барлығын мына жерге қойып шықтым. Бірақ мына жерде қарайтын болсаңыздар, B дегеніміз басқаша біз көбейтіп 1 деп те жаза аламыз ғой. Бұл 1 деген не үшін қажет? Оны алдағы уақытта түсіндірем. Жалпы қазірше 1 деп ала беріңіздер. Енді жоғарғы теңдеуге қараңыздар. Мынау теңдеуді мен мынандай түрде жаза аламын ғой. Мынау жалпы алған кезде X1 дегенім, мынау алғашқы бір X-тің мәні, ал X0 дегеніміз мына жердегі 1 дегеніміз. Мынандай мынаны жеке алып қарайды. Y дегенім мынаның тек қана өзін ғана алғандығым. Міне мынау Y-тер бойынша. Енді қараңыздар, мен мына жердегі екі түрлі мәндер бар ғой, 0, 1, 0, 1. Неге мынау 1 керек? Себебі бізде мынау бастау нүктесі, байыс деген нәрсе керек, міндетті түрде керек, және бұл константа болады. Не үшін константа? Барлығын көбейтіндісі 1-ге тең. Бұл тұрақты бір шама. Енді қараңыздар, X1 және X0 ол қайдан шықты? Ол мына жердегі мынау шамалардың, сызықтық теңдеудің түрлендірген түрі мынау. Ал кейін А дегенді, мынау алардың барлығы, бұлардың барлығы тұрақты, ол мына жақта жеке қойдым. Енді осы жерде бізде мынандай бір тізім пайда болады. Y дегеніміз, оның барлығын бір сөзбен мынаның вектор деп айтуға болады. Вектор дегеніміз мынандай бір мәндердің барлығын вектор деп атайды. Вектор деп. Егер де екі өлшемді немесе одан көп өлшемді болатын болса, біздің жағдайда екі өлшемді. Екі өлшемді қалай? Себебі мынаның ішінде X-тің мәні, біз жалпы X деп алатын болсақ, мыналардың барлығын. X, егер программирование білетін болсаңыздар, 0-ші индекс бойынша ол 0-1. То есть мынау уже бізде матрицалар. Мынау бізде вектор деп аталады. Бір өлшемді шаманы, бір өлшемді тізімді, бір өлшемді array'ді, массивті, оны вектор деп атайды. Ал екі өлшемді немесе одан да жоғары мәндердің барлығы матрицалар деп атайды. Енді мынаны бізде барлығы тұрақты, оны мен қысқаша V деп ала салайын. Енді қараңыздар. Мен мына жерден мына екеуінің көбейтін сайын матрицалардың көбейту дегендеріңіз естулеріңіз бар болса, матрицалардың көбейткенде біз қалай көбейтеміз? Мына шама сәйкесінше индекстері бойынша мына шаманы мына жерге көбейтеміз, мына шаманы мына жерге көбейтеміз деген матрицаларды көбейту деген әдіс бар. Ол бір сөзбен айтқан кезде мына жердегі X дегеніміз бұл мыналар, мынау бір матрица, екінші V деген ол мынау матрица. Оларды матрицаларды көбейту дегеніміз сәйкесінше индекстері бойынша көбейтіп қосындысына тең деген сөз. Міне мынау A-ны мынаған көбейтеміз, B-ны мынаған көбейтеміз деген мынау шомен жазсақ. Bir шам айтқан кезде бұл Y-ге тең болады. Сонда біздің мақсатымыз не? Осындай матрицалардан шығарып, біз Y-ті осылай табу керек дейміз. Мынау түсінікті ме? Мына жерде мен жеке бүйтіп алып, былай істедім да, оны бір сөзбен айтқан кезде, мынау да бір матрица болды, мынау да бір матрица да болды. Яғни осы матрицалардың екеуінің көбейтіндісі сәйкесінше Y дегенге сәйкес болады деп мына жерге мен формуланы шығардым. Ол мынадан шығады. Егер осы жерге түсінікті болса, енді бізге мынандай нәрсе келеді. Қарап отырсаңыздар, бізде Y дегеніміз ол векторлар, ол бір өлшемді. Shape дегеніміз не? Shape дегеніміз жалпы shape дегеніміз мындай матрицаның тізімі. Мынау ұзындығы 10 және бір өлшемді. Мынау ұзындығы 10, екі өлшемді деген сөз.
shape деген сөз өзі мына ұзындығы. Неге 2? Себебі екі өлшемді екі түрлі мән. Мына жағынан әр индекс бойынша 10 да ұзындығы, бірақ ішіндегі әрбір элементі 2 мәннен тұрады. Сол үшін оны shape деп айтады. Жалпы shape деген сөз формасы. Енді қараңыздар, мен сіздерге мына формуланы жаздым. Енді бізге осының ішінде мына жерге біз көрсеткен әрқайсысына АБ деген тұрақты мәнді В-ны табу керек. В-ны табу керек. Енді қараңыздар, сіздер кәдімгі математикалық жолмен айтатын болсаңыздар, бізде мына шаманы бұл енді матрицалар түрінде мына түрінде келтірдік қой. Енді осыдан біз W-ді алу үшін жай ғана X-ті мына жаққа Y-ге бөлсек болды ғой. Кәдімгі ауыстырған секілді X-ті Y-ге бөлеміз. Бірақ басқаша айтқан кезде Y-ті X деген сөз -1 дәреже деген келсеңіз, -1 деген сөз X-тің -1 дәрежесі, ол бөлуді береді. Яғни X 1-ден X немесе 1 бөлінген X. Мен не жерде ручкам жазбай атқаннан кейін не жерде болады жер. Мынау деген сөз болады екен ғой. Мынау деген сөз басқаша айтқан кезде W тең мынандай деген сөз, мынау дегеніміз өзі X-тің -1 дәрежесі деген сөз ғой. Келсесіздер ма? Мынаны мен былай жаза салдым. Енді W немесе мынау view бізге коэффициенттер вектор деп аталады. Ол біздің жағдайда бағанағы A мен B деген мәндері. Енді қараңыздар. Мынау матрицалар, бізге енді матрицалар туралы келіп жатқаннан кейін матрицалардың кері матрицаны табу деген нәрсе бар. Мынау біз бірден былай көбейте алмаймыз. Жалпы алған кезде матрицаларды бөле алмаймыз. Матрицаларды бөлу үшін оны кері матрица табу керек. Кері матрица дегеніміз X-тің -1 дәрежесі деген сөз. Мынау осы кері матрица деген сөз. Біздің математикалық жолмен айтқан кезде Y көбейтілген X деген сөз. Немесе бөлу деген X-ті мен жеке алғанда X-ті керісінше X-тің -1 дәрежесі деп алдым. Ал бұл деген сөз кері матрица. Өйткені біз мына жерде матрицалармен жұмыс істеп жатырмыз. Мына бір матрица және міне бізде бұл матрицалармен жұмыс істеп жатқаннан кейін. Енді қараңыздар. Бізге кері матрицаны табу үшін енді міндетті түрде квадратты болу керек. Квадратты болу дегеніміз не? Жалпы матрицалардың кері матрицаны табуды міндетті түрде квадраттық болу керек. Мысалы, квадраттық дегеніміз не? Егер 3, 2, 1, 3 болатын болса, мынау квадраттық. Неге? Себебі ұзындығы да n. Сол кезде 2-де 2. Мынаның shape'ы 2-де 2. Қарап отырсыздар ма? Shape'ы 2-де 2. Бірақ біздің жағдайда мынау 10-да 2. Мынау 10-да 2 дегеніміз бізде квадраттыққа дым келмейді, жақындамайды. 10-да 2 деген сөз, мынау 2-де 2-ге тым келмейді. Сол үшін бізде кері матрицаны табуда бізде сызықтық алгебра келеді. Осы жерден сызықтық алгебраның пайдасы тиеді. Енді сызықтық алгебра дегеніміз не? Сызықтық алгебра дегенде ол жалпы вышматта туралы айтады, линейный алгебра деп атайды. Оның пайдасы осы жерден келеді. Бізде кез келген бір шаманы айтатын болсақ, мысалы, А-ны бөлеміз А-ға, А-ны бөлсек, ол қысқартып, ол 1 деген мән болады. Бұл кәдімгі математика тілімен. Бірақ егер бұлар матрица түрінде айтылатын болса, онда матрицаларды, мынау А дегеніміз керісінше мынау -1 дәрежесі немесе -1-ді бөлген кезде мынау I деген сөз бірлік матрица. Жалпы бірлік матрица дегеніміз ол бас диагональ бойынша, мынау кете береді 0 болады, бұл жерде 1 0 болады. Жалпы алған кезде мына жерге үстіп кете береді да, и соңында мынау бас диагональ бойынша бірмен біту керек. Мынау бас диагональдің барлығында осы бірлік матрица деп атайды. Жалпы алған кезде бізде бірлік матрица шығу керек. Егер кәдімгі матрица мен кері матрицаны көбейткен кезде бізде бірлік матрица, мынандай матрица шығу керек. Сол кезде ғана бізде кері матрицаның дұрыс тапқандығымыз белгісі болады. Енді қараңыздар, кері матрицаны табудың да шарттары бар. Қандай шарты? Ол міндетті түрде квадраттық болу керек. Бірақ ұмытпаңыздар, біздің матрицамыз бағанағы 10-да, мына жағы n-іміз 10-ға тең, ал бағанымыз бізге 2-ге тең. Сонда 10-да 2 деген несі? Өлшемі.
Және де кері матрицаны табу үшін матрицаның анықтауышы детерминанты мәні мағыналы болу керек. Оны енді сіздер анықтауышты табу деген нәрсені білетін болсаңыздар, жалпы анықтауыш тапқан кезде, мысалы, мына 3, 2, 1, 4 болатын болса, онда 3 пен 4-ті көбейтеміз, ол 12 алынған мына диагональ бойынша 2. Сонда бізде мынаның анықтауышы, мына матрицаның анықтауышы ол 10-ды береді. Осы анықтауыш бізде 0-ге тең болмау керек. 0 болып қалса, уже кері матрица табылмайды деген сөз. Енді оның формуласы қалай? Мына жерде осы формуламен бізде шығады. Бұл формула дегенде мынау анықтауыш, мына кері матрицаны табу үшін біз неге кері матрицаға келіп жатырмыз? Біздің ұмытпайық. Біздің табу керегіміз мына жерде ең алғашқы мынандай нәрсе еді ғой. Y-ті бөлеміз X-ке, мына X деген бізде матрицалар. Ал X-ті оны табу үшін Y көбейтілген X-тің -1 дәрежесі. Мына -1 деген нәрсе бізде А-мен кетті қазір. Сол үшін бізде осы кері матрицаны табу керек. Ол кері матрицада квадраттық болу керек, және детерминанты 0-ге тең болмау керек. Детерминантты таба аламыз, оны мен мына жерге көбейттім. Мына 2 мен 1-ді 3-тен 3-ке 4-ті көбейтемін. Мысалы, мына қарапайым бір кішігірім матрица болса, 3-ке 4-ті көбейтемін, 12, оны 2-ні алып тастаймын, бұл жерде 10 деген мәні береді. Енді мына жерде мынандай бір жаңада бір матрица бар. Бұл қосымша матрица. Жалпы қосымша матрицаны қазір оны да келеміз, оған да келеміз, иә. Енді алдымен біз мынаған келейік. Біздің жағдайда матрицамыз 10-2. 10-2 деген матрицамыз ол квадраттық емес. Квадраттық болу үшін ол яки 10-10 болу керек, немесе 2-2 болу керек. Енді біздің жағдайда 2-2 деген ынтайлы. Оны қалай шығарамыз? Мен мына жерге жазып қойдым. Біздің келтіру керек, n және m болатын болса, мынаның қазіргі жағдай немесе n-ді-n, немесе m-ді-m. Біздің жағдайда бағана айтқанымдай яки 10-10 болу керек матрицамыз, немесе 2-2 болу керек деген сөз. Енді қараңыздар, квадраттық матрицаны табудың да сызықтық алгебрада оны да түсіндіреді, қалай шығару керек екендігін. Жалпы мынау квадраттық деп айтқанда мен жұлдызшамен ала салайын ба, қалай? Мына квадраттық табу үшін бізде квадраттықты білмеймін қалай белгілейтінін, жалпы былай белгілесек, квадраттықты табу үшін онда осы матрицаға көбейтеміз транспарентті матрицаны, немесе керісінше X-тіға көбейтеміз X-ті. Өйткені бізде мынандай нәрсе бар, матрицаларды көбейткен кезде ол біреу бағанмен, біреу қатармен алады. Егер сіздер случайно X-ті көбейтеміз X-тіға болатын болса, мына жерде бағанмен қатардың көбейтіндісіне байланысты 10-10 деген матрица шығады мына жерде, транспаrenттік. А мына жерде керісінше 2-2 деген матрица шығады. Өйткені бізде жалпы сызықтық алгебрада осындай нәрселерді түсіндіріп өтеді, чтобы біздің жағдайда кішігірім өлшемді квадраттық матрицаларға айналдыру керек екен. Өйткені 10-2-де бізде 10-10 есептеу үшін былайша қарайтын болсақ, әр нүктені есептейтін болсақ, онда 100 түрлі мәнді, немесе 10-10-ның квадраты, яғни n квадрат деп айтамыз ғой, n квадрат есептеу керек. Мына жерде n квадрат болса да, бұл 4-ақ мана, мына жерде 100 рет есептеу керек, мына жерде 4-ақ мәрте есептеу керек. Сол үшін мынандай шаманы алу керек, кіші шамасын. X-тіға көбейтеміз X-ті. Енді қараңыздар, осыдан келіп, X-тіні табу керек. Енді қараңыздар, біз бастапқы табатын нәрсеміз мынау нәрсе еді да, одан біз кері матрицаны табу керек болды. Бірақ кері матрицаны табу үшін оны квадраттыққа айналдыру керек болды. Ол квадраттықты табу үшін бізге мынандай нәрсе керек болды. Енді транспаrenттік матрица дегенімізге келді. Ол не деген сөз? Жалпы транспаrenттік матрица дегеніміз ол жай ғана диагональ бойынша жылжыту. Бізде мына бір негізгі матрицамыз бар. Мен матрица түрінде көрсетіп жатырмын. Мынау матрицамыз, негізгі матрицамыз, бағана. Мына жерде бізде балалардың саны еді, мынау барлығы тұрақты 1. Бұл екі өлшемді, 10 қатардан тұратын 10-2. Енді транспаrenттік дегеніміз бізде мынау кәдімгі қатарлар баған болады да, бағандар қатар болады. Қараңыздар. Мынау біріншісі, мына жерде бірінші қатар, ол былайынан бірінші баған бірінші қатар болып өтті. Ал екінші баған, мына жердегі екінші баған, ол мына жерде екінші қатар болып өтті. Міне мынау біздің транспаrenттік матрицамыз. Жай ғана 90 градусқа бұрылды. 90 градусқа бұрылды, бағандар қатар болды, қатарлар баған болды. Енді
көбейтіндісін табу үшін міне мына жерде мынандай көбейтіндісі бізде x-ны көбейтіп жатыр. X-ға x-ке сол кезде бізде екі өлшемді шамат. Ол сәйкесінше матрицаларды көбейту дегеніміз сәйкесінше мәндерді көбейту. Міне 0-ге 0-ді көбейтеміз, 0-ге 0-ді көбейтеміз. Мынау барлығы сәйкесінше бірде-бірді тапқан кезде мынау бірінші қатар, бірінші бағаны тапқан кезде бірде-бір деп айтады. Сол кезде біздегі осы жердегі мынау барлығын көбейтсін, мынаны көбейтіндісі бізге 60 деген мәнді берді. 1/2 және 2/1 негізі екеуі есептелуі тұрақты болады, өйткені 1 мына жерде де 1 болғаннан кейін. Оның мәні 20-ға тең. Сол секілді ең соңғысы деген мынамен мынаның көбейтінділері бізге 10 деген шаманы берді. Сонда бізде квадраттық матрицаны көбейткен кезде, мыналардың барлығын көбейткен кезде бізде квадраттық матрица түрінде келтірдік. Міне мынау бізде 2/2 деген квадраттық матрицамызға келдік. Мына жерге түсінікті ме? Біз неге бұлай істедік? Егер де бізде айталық біздің данныйымызда мына жерде уже изначально 10-10 болатын болғанда, мысалы 10-10, бізге мына квадраттық матрица принципі керек емес еді. Өйткені бізде уже ол 10-10, уже бізге квадраттық 10-10 болғандықтан одан кері матрица шығалады. Өйткені кері матрицаның ережесі бойынша, міне кері матрицаны табуда ережесі, матрица квадраттық болу керек деген нәтиже бар. Енді сол бізде квадраттық матрица түрінде келтірдік. Міне мына квадраттық. Енді осыдан біз кері матрицаны таба аламыз. Енді қараңыздар. Біз кері матрицаны, мынау А деген матрицамыз мынау тура сол, бағанағы мына жердегі нәрсені мен А деп ала салдым да, жеңілдету үшін. Сөйтеміз де, мынау формуламыз бар еді бағана. Квадраттық матрицадан кері матрицаны табу деген. Мынау детерминант деген сөз. Бұл анықтауыш табу және adjust. Аджугат дейді, немесе қосымша матрица. Бұл матрица негізі алгебралық толықтаушылардан тұрады. Бұны түсіну үшін негізі сызықтық алгебраның ішінде оны да түсіндіреді. Сызықтық алгебрада оны түсіндіреді, қалай шығару керек. Бірақ енді мен сіздерге түсіндіріп өте салайын. Ол кезде минорлар деген нәрсе бар. Минорлар деген нәрсеміз, мысалы, егер бізде екі түрлі мән болатын болса, мына жерде x 1/1 шамаларда, мысалы x 1/2, x 2/1, x емес, басқаша бір мәндер дейді, 2/2. Егер бізге мынаны табу үшін, минорын табу үшін, яғни 1/1 деген минор табу үшін, біз сәйкесінше элементтерді сызып тастаймыз. Сөйтеміз де мына мәнді мына жерге жазамыз. Міне, бұл не деген сөз? Біз егер мына 1/1 деген минор табу үшін, мына жерді сызамыз, 10 деген шама келді. 1/2 дегеніміз, мынау осыны сызамыз, және мынау сызамыз, 20 деген мән қалды, 20 мәнді. 2/1 дегеніміз, мынаны сызып тастаймыз, және мынаны сызамыз, сол кезде мына жердегі мән қалады деген сөз, иә? Ол 20. Сондықтан ең соңында 60 деген қалай шықты? Ол 2/2. Минор табу үшін мынаны сызамыз, және мынаны сызамыз, сол кезде 60 деген шықты. Бізде қазір минорларды тауып шықтық. Бұл минорларды тапқан кезде біз осына минор деген матрицаны шығарамыз да, сөйтеміз де осы жерге мәндерді жазып шығамыз. 10, 20, 60. Бірақ осы жерде толықтауыштарды табу керек. Толықтауыштарды табу дегеніміз бұл таңбалар, алдындағы таңбалар. Оны қалай анықтаймыз? Таңбаларды анықтау үшін бұл жерде бізде индекстер бар ғой. Мысалы, 1 және 1 деген сөз. Егер сәйкесінше индекстердің қосындысы, айдың қосындысы жұп болса, оны былай істейсілайын, былай процент. Егер осы 2-ке бөлген кезде жұп болса, бұл таңба плюс болады. А егер тақ болса, 1 болатын болса, мына жерге жұп болса. А егер тақ болса, минус болады. Оны қалай білеміз? Мынау индексация бойынша 1/1, алды плюс. Мынау 1/2, алды минус. 2/1, алды минус, плюс. Енді осыны транспарентлеу деген сөз, міне біздің мынау adjusted дегеніміз шығады. Міне осындай жолмен шықты. Біз не істедік? Мына жерден енді біз мынаны таптық. Қазір енді анықтауышын табамыз. Бастысы анықтауыш тапқаннан кейін жеке-жеке, мынау деген сөз жеке-жеке бөлу. Міне қараңыздар. Бізде мына формула бойынша мынаны тауып қойдық. Енді анықтауышты табамыз. Анықтауыш дегеніміз біздің жағдайда мынау формуламыз бойынша бағанағы қателеспесем 60, 20, 20, 10. 60, 20, 20, 10. Бұның анықтауышын табу үшін 60-ға 10-ді көбейтеміз. Міне.
және 20-20-ны көбейтеміз, және оның айырмасы, себебі бас диагоналдан кері диагоналды алып тастаймыз. Сол кезде 600-дан 4 саламыз. Мынау біздің анықтауышымыз. Енді кері матрицаны табу үшін біз сол анықтауышты 200-ге бөлеміз. Немесе жеке мәндерін бөліп отырамыз. Негізі скаляр көбейтілісі деген нәрсе бар. Скаляр көбейтілісі деген сөз матрицаларды, мысалы, егер мына жерде бір какой-то бір x деген сама болатын болса, мына жерге a, b, c, d деген болатын болса, мынаны скаляр көбейтілісі ретінде онда жеке мәндерін көбейтеді. ax болады, мына жерге a көбейтеді, және bx болады, cx болады, dx болады. Сол секілді егер бөлу болса да, сәйкесінше бөлу деген сөз. Мына жерде көбейту жеке бөлген кезде міне мынандай мәндер шығады. Міне біздің кері матрицамыз шықты. Енді біз неге істедік? Бұл естеріңізде бар болса, бізде мынандай формуладан шыққан еді. Бұл біздің мақсатымыз былай еді ғой. Біз мынаны жаздық, оны кері матрица етіп, то есть бізде мынандай, біз мынаны табу керек еді. Оны y-ті бөлеміз x еді. Бірақ x деген матрицада жаза алмаймыз, сөйтіп y-ті көбейтеміз -1 деп. Енді бізде принципе мына -1 дегеніміз мынау тұр, сәйкес. Бірақ сіздер қараңыздар. Мынандай нәрсе бар. Егер сіз, мысалы, егер алымына, не жерге айтайық та, не жерге a бар, не жерге b бар да. Егер сіз случайно не жерге x-ті көбейтетін болсаңыздар, мысалы біз енді басында осындай еді ғой, a және b. Егер сіз x-ті көбейтетін болсаңыздар, сіздер ұмытпау керексіздер, сол x-ті астына да көбейту керек. Әйтпесе дұрыс шама болмай қалады ғой. Бұл неден келіп шықты? Біз квадраттық матрицаға келтірген кезде, алдынан көбейттік. Сол үшін бөлімінде де осындай бір x деген мәнді, мынау x емес, басқаша k деген мәнді дейсілай, чтобы түсініктілеу болсын. K деген мәнді егер алымына көбейтсек, онда бөліміне де тура сол мәнді көбейту керек. Сондықтан ұмытпау керек. Өйткені бізде, қараңыздар, мынау -1 деген сөз бөлімі да, точнее біз бөліміне көбейттік, бірақ алымына да көбейтуді ұмытпауымыз керек. Сол үшін біз келесі жағдайда мына нәрсені есептеуіміз керек. Не үшін? Тағы да айтамын. Егер де бізде мынандай шамада мынаны табатын болсақ, егер бізде квадраттық кезде транспарент кері матрицаны тапқан кезде квадраттық болатын болса, уже бізде квадраттық. Біздің жады бағана 2-2 уже болып қоятын болса, или 10-10, уже дайын 10-10 болатын болса, онда бізге мынандай транспарентті матрицаны көбейтудің қажеттілігі болмай қалатын. Енді біз өкінішке орай көбейттік, себебі бізде квадраттық матрицаға келтіру 2-2 болды. Сол үшін біз мына жерге көбейткеннен кейін оны міндетті түрде де алымына да көбейту керек. Мына жерде сияқты. Өйткені біз a бөлінген b еді ғой. Егер біз төмен жағына b көбейтілген k-ны көбейтсек, a өзі қалып кететін болса, мына шамаға тең болмай қалады, бастапқы шамаға. Сол үшін сол мәнді k-ді мына жерге де көбейту керек болады. Енді біздің жағдайда мына k-іміз алдыңғы мән ретінде көбейтті, енді мына жерге де тура сол k-ді алдынан көбейтеміз. Сонда мына y-ге көбейтеміз деген сөз. Не үшін? Тағы да айтамын. Бізде квадраттық матрица емес еді. Квадраттық матрицаны келтіру үшін біз транспаrenттік матрицаға келтірдік. Жұлдызша қойында x-ті көбейттік x-ке, мынау артық бір x, мынандай бір x-ті алу үшін. X-ті көбейтілгеннен кейін осы x-ті бөліміне алдына да бір уақытта көбейтілу керек. Соны ұмытпау керек. Сол үшін мен тура осыны көбейтілісін шығарам. Бізде көбейтілісі ретінде не? Мынау y дегеніміз бізде мынау кәдімгі вектор. Мынау бізде бағанағы транспаренттік матрицамыз. Енді бізде сәйкесінше мынау мәндермен және мынау мәндер көбейтіледі. Сонда бізде бір жол ғана. Мынау сәйкесінше мына 0-ді 9, мынаған көбейтті 0-ді мынағаннан барлығын көбейткенде 9000 деген сан шықты. Бірінші мән. Және екінші жолға, мына екінші қатар. Мынаған көбейткен кезде бізде мына сәйкесінше 3800 деген мән шықты. Міне бізде мынау келтірдік. Сонда біздің кері матрицамыз бар ғой, кері матрицамыз бар. x1 деген, оның кері матрицаның мәні мынау еді. Мына кері матрицаның мәні. 0,005 минус 0,3. Значит, кері матрицамыздың мәні 0,05 минус 0,1, минус 0,1 және 0,3. Міне осы кері матрицаны енді біз оңай мына формуламен біз таба аламыз. Сонда біз табу үшін мына жерде біздің тапқаным бойынша енді мыналарды жазсақ, x-ті y-ге деді, көбейттік, x-ті мына жерге көбейтілген, точнее транспарентті көбейту x деген формулаға -1 деген. Мына -1 дегеніміз уже мынау біздің.
мынау x дегеніміз, мынау -1 дегеніміз. Иә? -1 деген. А мынау дегеніміз бізде как бы y-тің орнында атқарып тұр. Енді, в принципе, осы арқылы біз v деген коэффициенттерді таба аламыз. Міне коэффициенттер бойынша не жерге тура сол форманы жазған екен. Мынау дегеніміз бағана транспарентті өткен квадраттыққа келтірген үшін квадраттыққа келтірдік. Егер квадраттық болса, уже бізде кері матрица шығарамай аламыз. Сол үшін. Егер біз не жерге көбейтсек, сол мәнді не жерге де көбейту керек болады. Міне осыдан кейін біз не істейміз? Мына v-ны табу үшін сәйкесінше мына мәндерді көбейту арқылы, мына бірінші жолда 70, екінші жолда 240 шығады. Мынаған көбейттік, мынаған көбейттік, иә. Сөйттік те 450 алған үшін 70 деп шықты, және минус мынаны көбейттік. Минус 0,1-ді мынаған көбейттік, 0,3 мынаған көбейттік, сөйттік те бізде мынандай мән шықты, иә. Бұл біздің сәйкесінше табылған коэффициенттер, немесе W дегеніміз сәйкесінше 70-те 240 деген коэффициенттері. Бұл x y1 деген x-ке қатысты коэффициент 240 деген тұрақты шама, иә, бағана b дегеніміз. Бізде мынандай формула бар еді ғой бағана. Y тең ax қосылған b деген. Міне осы бойынша мына жердегі біздің a дегеніміз мынау, b дегеніміз мынау деген сөз. Иә. Міне бізде сызықтық теңдеудің формуласын мынаумен шығардық. Бұл бізде 70 деген тұрақты, 240 деген тұрақты. Егер мынау бастапқы мына жердегі формуланы мына жерге қарайтын болсаңыздар, сонда мына жердің барлығын a дегенге 70 деген сан, b дегеніміз бізде 240 деген шамадан шығады. Мына жерге сонда біздегі 70x қосылған 240 деген осы теңдеулер жүйесі бойынша сәйкес келеді. Сол кезде какой-то бір y-терге мәндерге жақындайды. Оны коэффициенттер деп айтады. Енді қараңыздар. Коэффициенттеріміз біз таптық 70-240. Бұның мағынасы не? Енді біз естеріңізде бар болса, біздің сұрағымыз бар еді ғой. Балалар айлыққа қаншалықты әсер етеді деген. Біз мынандай түзу сызықпен сыздық, оның нүктелерін қойдық. Енді бірақ біз қаншалықты қай жерден түзу жүргізетімізді біз білмедік қой басында. Сол үшін мына жерде оказывается мына осы жалпы алған кезде осы нүктелердің жалпы жорамалдауға тура келетін түзу, сызық түзу, ол мына формуламен анықталады. Бұл дегеніміз не? Бізде әрине сәйкесінше мына жерге егер де x-тің мәні балалар саны 0 болатын болса, онда негізі дейді, біздің кірісіміз 240 деген болу керек. То есть бұл не дегеніміз? Егер сізде бала шаға болмаса, онда в принципе 240 мың теңге болу керек айлығыңыз дейді. Шамалайды. Бұны жорамалдайды. Өйткені біз нақты шаманы айта алмаймыз. Біз мыналардың арасында бәріне сәйкес келетіндеу қателіктері аздау нәрсеге келеді. Қателіктер қазір мынау неге былай келді, неге былай жасамаймыз, неге немесе былай жүрмейміз деген сұрақ болады. Неге именно осы түзу алынды? Себебі бізде осы жерде мынандай нәрсе болады. Әрбір түзуге негізгі мәндердің мынау негізгі мән, мына жердегі predicted, мына жерде мән predicted, то есть жорамалдайтын мән. Бұл қателікті береді. Мына жердегі қателікпен мына жердегі расстоянияны береді. Қарап отырсаңыздар, мына жердегі мына нүкте мына жерге беретін болса, мына нүкте мен мына жердегі нүкте екеуі қателіктер бар. Мына жерде де бар, мына жерде де бар, және мына жерге ең үлкен шама бар, мынаған келеді. Неге мынау тура дейтін болсаңыздар, себебі жалпы алған кезде мына түзулердің барлығымен салыстырған кезде тек қана осы коэффициенттер қателіктері бойынша, мына әрбір нүктенің айырмашылықтары бойынша аз салыстырмалы түрде басқалармен салыстырған кезде кіші қателікті береді. То есть регрессиясын береді. Бұл коэффициент бізге не береді? Бізге балалар саны қаншалықты әсер етеді? Яғни әрбір бала сізге 70 айлықты 70-ке көбейтуді әсер етеді екен. Әрбір бала саны 70-ке көбейту керек. Мысалы, егер сізде 10 бала болатын болса, онда сіз 700-ді көбейтесіз, одан кейін тұрақты шама бар 240-ды. Сонда 10 бала шағада сізде 940 мың теңге айлық табу керек деп айтады. Түсінікті ме? Бұл балалар санының қаншалық айлық әсер етеді дегенде біздің жағдайда мысалы 70 есе. То есть әрбір балаға 70 есе көбею керек. Егер бала болмаса, онда ол 0 болады, значит 240 бізге жету керек деген секілді. Түсінікті ме мына жерге дейін? То есть біздің бірінші сұрақты біз ашып айттық. Яғни мынау дерек бойынша бізде мына формула сызықтық теңдеуі жорамалға туралайды, жорамалдауға жасайды.
Енді келесі нәрсе, мен екінші сұрағым бар еді. Екінші сұраққа дейін осы нәрсені қазір программалау түрінде көрсетем. Оны да былай шығара салып, менде мына программалау түрінде тура осы сызықты мысалы былай берді. Мына жерге мен балалар дедім, және айлықты көрсеттім, және мынау біздің сызықтық теңдеудегі формуласында шығарып берсетім. Ол енді мына формула, бұл сіздер қазір егер уақыт болса практикантта көрсетем. Жалпы мынау линейный регрессияның несі визуализациясын көрсеткен кезде, графын көрсеткен кезде. Енді бізде екінші сұраққа келейік. Бізде екінші сұрағымыз қандай еді? Біздің екінші сұрағымыз, қателеспесем, білім деңгейі, мысалы енді білім деңгейі бар ғой мына жерде. Білім деңгейі қаншалықты айлыққа әсер етеді? Ол да қызық болуы мүмкін. Мысалы сен айлығың, мысалы сен бакалаврсың ба, әлде оқудан кейін келгенсің ба, әлде қалай? Осы нәрседе қалай әсер ететінін тағы да көрейік. Міне, білім деңгейі бойынша айлыққа қаншалықты әсер етеді? Біз бастапқы кезде біздің білім деңгейіміз тек қана сандар емес, бұл жазулар еді. Жазулар дегеніміз орта мектеп, бірақ мынау машиналық оқыту болса, басқа болатын мыналардың барлығы жалпы сандыға түрлендіреді, санға түрлендіреді, класстарға, типтерге айналдырады. Мысалы мен орта дегенді мен бірінші класс дедім да, бірінші деңгейде. Бакалавр дегенді екінші деңгей дедім, магистратура дегенді үшінші деңгей, PhD дегенде төртінші деңгей дедім да, осыған сәйкес мәндердің барлығы жалпы өзім әшейін осылай мына мәндерді сөздің орнына осылай мәндер ала салдым. Үстінде қоя салдым, осындай мәндер бойынша. Өйткені балалар мектеп бітірді деген сөз ол бірінші деңгей болсын, бакалавр деген екінші деңгей, магистратура деген бітірді үшінші деңгей, PhD бітірді төртінші деңгей деген. Сол сөйттім да, мына жерге education level бойынша мынандай формуланы берді. Бұл не деген сөз? Бізде 140 көбейтілген x көбейтілген 73 деген теңдеуді берді. Бұл не деген сөз? Егер сіздің мына жердегі білім деңгейіңіз көбейген сайын, ол 140-қа артады деген сөз. 140 есе. Мысалы, сізде егер 4 болатын болса, значит 4-ті мынаған көбейтесіз, және оған қосасыз нерік байыз. Мынау формула бойынша келеді, AX қосылған B деген. Мынау соған келеді. 140x қосылған 73. Түсінікті ғой? Не жерде? То есть, біздің мынау тек қана екі ғана көрсеткіш, то есть бір ғана көрсеткішпен ғой, яғни бір көрсеткіш білім деңгейі көрсеткішімен, және айлықты жорамалдық, мына айлықты білім көрсеткішіне байланысты сызықтық теңдеуін шығардық. Ол 140x, мына жерде 140x қосылған 73. Ал бағана мына жерде бізде мынанікі 70x қосылған 240 деген болды. Қарап отырсаңыздар, мына жердегі шама мына жақтықпен сәйкес емес. Өйткені мына жердегі мәндер, мына жерге басқаша мәндер болып тұр. Хорошо. Енді үшінші сұрағымыз бар еді. Үшінші сұрағымыз, жас айырмашылық ұлғайған сайын айлық өсе ме? Оны қалай білеміз? Біздің жасымыз мынау тұр. Бұл жасымыз былай қарай өсіп жатыр. Айлығымыз былай қарай жүріп жатыр. Бұл да өспелі теңдеу, өспелі түзу. То есть біздің жасымыз өскен сайын, бірсыпыра айтқан кезде, зерттеу келген кезде айлығымыз да өседі екен. Ол не факт, что ол мынандай да болуы мүмкін да, сіздің айлығыңыз өскеннен кейін жас өседі. Өйткені жас тұрақты өседі ғой бәрібір. Айлық та мүмкін тұрақты өсуі мүмкін. Мынау жағдайда біз түзу сызыққа қойдық. Ал бұның теңдеуін қараңыздар. 21x мына жерге минус деген мәнді беріп тұр. Байыз дегеніміз минус. То есть сіздердің егер де сіздің жасыңыз 0-де болса, онда сізде, в принципе, сіз кіріс болмайды. Кіріс болмайды, себебі сіз, скорее, тек қана қабылдаушы боласыз. Мынау айлық қай кезде 0-ге тең болуы мүмкін. Мысалы, 21 ол үшін 331-ді, мысалы, 21-ге бөлетін болсам, 331-ді бөлемін 21-ді, 15-16 жасында сіздің айлығыңыз бір сама өседі. Мысалы, сізде жасыңыз 16-та болатын болса, x-тің мәні. Мына формулаға қоятын болсаңыздар, онда былай болады. Егер сіз 16-та болсаңыз, 16 көбейтілген 21, 336 болады екен да. 21 көбейтілген 16 алынған 331 тең, сонда мына жерде 336 алынған 331. Сонда бізге тең болады 5. Сіздер, оказывается, 16 жасында 5 теңге алады екенсіздер. Мысалы, мынау деген сөз, бұл да сізге данный берді. То есть, 15 жасқа дейін сіздер тек қана ата-ананың қарауында болғандықтан мен оны істеген, мен просто мына жердегі шамаларға байланысты айттым. Мен оны мынандай минус болатынын да білмедім.
бірақ маған осындай регрессия осындай мәнді берді. Оказывается, 15 жасқа дейін, мысалы мен қазір 15-те 21-ге көбейтетін болсам, 15 көбейтілген 21 бізге 315 берді да, алынған 331. То есть әлі болса, мысалы 15 жасында, егер x-тің мәні 15 болатын болса, 15 жасында мен y-тің мәні әлі де болса -16, әлі де болса ата-ананың мен жалпы мен қарыз боламын деген сөз ғой. -16 болады екен. Тек қана 16 жасқа келген кезде уже плюске шығады екен да. 16 жастан бастап принцип айлық болады. Ол тағы да айтамын, бұл жалпы мына жердегі деректер бойынша осындай мәнді алып берді. Түсінікті ма? Бірақ уақыт келе бұл өседі. Бізде өспелі. Мынау жас өскен сайын айлық та өседі екен. Енді төртінші сұрақ. Енді бізде 4 көрсеткіш бар. Бізде 4 көрсеткіш деген балалар саны бар, одан кейін білім саны бар. Мен енді бұны өзім дегенім, және мынау бар. Точнее 3 көрсеткіш бар. 3 көрсеткіш бойынша біздің айлығымыз қалай әсер етеді. Енді қараңыздар. Менде коэффициенттер, мен мына жерде график сыза алмаймын. Өйткені 3 өлшемді сызу үшін, точнее 4 өлшемді ғой, 4 өлшемді сызу үшін өте қиын. 3 өлшемді, мысалы егер балалар саны или біреуін алып қоятын болса, мен былай жазар едім. Мына жерге y деп алып, былайынан x1 деп, былайынан x2 деп алалар едім. Бірақ бізде мынау x1, x2, мынау x3, x3-ті біздің әлемде көрсету, визуализацияны істеу қиын. Сол үшін мына жерге мен көрсете алмадым. Бірақ коэффициенттері бойынша x1-дің коэффициенті мынау, x2-дің коэффициенті мынау, x3-дің коэффициенті мынау, мынау байыс деген сөз. Байыс деген сөз минусқа келеді. Енді біздің негізгі теңдеуіміз мынау. Біздің регрессияның теңдеуі осы 3 өлшем және жорамалдаған кезде y-тің мәні осылай. Біздің кез келген осы теңдеуге сәйкес, мынау теңдеуге сәйкес біз жорамал жасай аламыз. Мысалы, бағанағы сұрақ бойынша, мына жерге біз енді осыны коэффициентін тауып алдық қой. Коэффициент бойынша мына жерге мынандай сұрақ қойды бізге. 5-ші бойынша. Бізде балалар дәреже, бір ғана бакалавр дәрежесі бар, 2 баласы бар, және 35-ке келді. Оның нарықтағы теңдеуге сәйкес айлығы қанша болу керек? Біз енді осыны істейміз. Бізде мынау бар. Біздің мәніміз, x1-дің мәні бұл балалар саны 2 дедік. x2 дегеніміз ол бакалавр дәрежесі, бұл жерде тағы да 2. x3-іміз бағана не дедік, жасы 35-ке келдік. Міне 35, осындай нәрсе бар. Енді осыны жайға мына жерде көбейтіп, мыналарға көбейте салатын болсақ, сонда біздің негізгі айлығымыз жорамалдаған айлық шығады. То есть осындай не бойынша бізге шығады. Оны мына жерге көрсеттім, міне қараңыздар. Бізде 2 баласы бар, бағанағы x1, 2 бала, x2 бізде бакалавр дәрежесі, біз айттық, мектеп деген ол 1 болатын болса, бакалавр деген 2, значит, мына жерде де 2, x3 деген басы 35-ке келді. Сонда біздегі нарықтағы шама бойынша, мынау бойынша бізде айлығымыз 367 мың болу керек екен. Осы деректерге сәйкес біз шамаладық. Бұл предикт, шамалаған, мынау шамалаған мәні, 316 мен жоқтай салдым, 367 мың кей деп, 367 мың кей, 67 мың кей. Міне біздің осындай мәндерге байланысты біз жорамал жасадық. Регрессия теңдеуіне сәйкес. Біздің регрессия теңдеуіміз тағдайдан ол мынандай еді. Y тең 33, 114, 9, 33x1 қосылған 114x2 қосылған 9, алынған 200x3 алынған 250. Міне біздің сызық теңдеу мынау бойынша. Осы регрессия бойынша біз оңай жорамалдай салдық. Қалай предикті жасайды? Жай ғана x мәндерін қояды да, осы y-тің мәнін жорамалдап шығасыз. Түсінікті ме жерге дейін? Енді сіздерге негізгі регрессия қалай жұмыс істейтіндігін көрсеттім. Коэффициенттер дегеніміз мынау, ол сәйкесінше мынау v1 коэффициенті, мынау v2 деген коэффициент, мынау 9 деген v3 деген коэффициент. Мынау енді v4 деп аталады, немесе байыс деп аталады. Байыс деген тұрақты шама. Міне осылар коэффициенттер деп аталады. Теңдеудегі. Енді бізге келесі нәрсе. Хорошо, біз шығардық. Біз енді бағалауымыз керек қой. Мынау қаншалықты, мына теңдеулер жүйесі бойынша, мынау қаншалықты дұрыс. То есть біздің мысалы мына жерге тура осы мәнді беретін болсақ, айталық. Менде мысалы мынау 35 деген жерде оказывается 3 бала бар.
35 деген жас бар екен, және 400 мың деген бар екен. Енді біз осының қаншалықты шынайы екендігін көрейік та, мынау бакалавр деген сөз тағы да 2. Мынаны есептеп көрейік. Сонда бізде x1 дегеніміз 3, x2 дегеніміз мынау 2, x3 дегеніміз ол бізде 35. Біздің негізгі мәніміз true мән да, енді шынайы мәніміз мынау. Ал енді жорамалдағанда қанша болады екен? Соны есептеп көрейік. Жорамалдаған кезде 3-ті көбейтеміз 33-ке. Қосамыз 2-ні көбейтеміз 114-ке. Қосамыз 35-ті көбейтеміз 9-ға. Аламыз 250-ді. Осы жерде біздің негізгіміз 400 болса, қазір есептеп көрейік. 3 көбейтілген 33 қосылған 2 көбейтілген 114 қосылған 35 көбейтілген 9 алынған 250. Бізде 392-ні береді екен. Жорамалдаған кезде 392-ні беріп отыр. 392. Бірақ бізде 400. Плюс-минус 8 да, то есть 8 мән жетпейді екен. В принципе, жақындады. Жорамалға жақындады. Тура үстіп әрбір қателіктерді табуға болады. Мына жерге мысалы 392 болды, айырмасы. Мына жерге тағы да бір мәні болды, тағы да бір мәні болды. Мына жерге мәні. Енді осы жердегі қателіктердің барлығын, осы қателіктердің бәрін айырмашылығын квадраттап, осыны мысалына бір шаманы квадраттап, және осыны шығайтын бізде регрессияны бағалауға болады. Регрессияны бағалаудың бірнеше метрикалары болады. Негізінде регрессия өзі, мысалы, классификацияда дәлдік дейді, accuracy дейді, а регрессияда міне осы түрлі шама. Не үшін? Себебі біздің мәндеріміздің барлығы мынандай мән болатын болғандықтан, тұрақты емес, мынандай бір созылмалы мән болатын болғандықтан, бізде регрессияда осы түрлі шамамен келтіреді. Бірақ көп жағдайда R² дейді, осымен есептейді. Неге? Себебі бұл, в принципе, как будто ненің, мысалы, 100% ол күшті деген нәрсе болатын болса, осы 100 дегеніміз бізге 1, бірге жақындаған мәнді осыны детерминация коэффициенті бойынша есептейді. Біздің жағдайымыз, егер Y-тің мәндері осыны бағалаған кезде бірге жақындаған сайын біздің теңдеуіміз, регрессиямыз дұрысырақ. Енді 100% алу деген негізі мүмкін емес жағдай. Өйткені қателіктер болады, то есть табиғи қателіктер болады. Мысалы, мына жердің өзінде, мысалы, мынау қарап отырсаңыздар, 42 жасында 42-750 мың. Бірақ тура сол 2 жас, мына 30, мына уже қателіктер де болып тұрады, ондай бір түзудің бойында бола алмайды, орналасқан. Сол үшін, бірақ түбінде мына түрлі шамалардың барлығымен есептей береді, мына түрлі. Бірақ көп жағдайда регрессияны есептеген кезде R² деп осының детерминация коэффициенті бойынша метрикасын қолданады, немесе бағалайды. Ол дегеніміз не? Детерминация коэффициент дегеніміз не? Бұл 1 деген сөз өте сәйкес келеді деген сөз, 0 болса, ол біздің моделіміз мүлдем дұрыс емес деген сөз. Ал минус деген сөз, бұл уже өте теріс таңбаға келеді. Енді бұл мынандай формуламен келеді. 1 алынған мынандай шамасы деп ше. S² деген сөз, бұл бізде әрбір мәндер бар ғой, мына жерде Y-тің мәндері бар ғой, бағанағы. Ең біріншісі 300 бөледі, 300, мына жердегі мәндер. Мынау Y болып саналып тұр, бізде мынау Y мәндер. Мынау барлығы 150, 300 деген. 150, 300, үстіп кете береді. Осы мәндер бар. Мына жерден алып тастаймыз. Оның мынау Y деген сөз біздің түбір несі? Біздің жорамалдаған мәндеріміз. Біздің әрқайсысы сәйкесінше біз мынаны ғана таптық бағана. Біз не жерге ғана таптық? 400-ден 60-тамыз 392. Мына жорамалдаған, обычно жорамалдағанда былай птичка не қояды? Мына жорамалдаған мән. Біз бағана тапқан едік қой. X1 болған кезде бізде 3, X2 болады бізде 2, және X3-тің шамасы егер 35 болса, біздің осы жағдайда беретін Y-тің мәні, предиктік мәні 392 болды. Ал негізгі мән Y-true, ол бізде 400 еді. Осы жердің айырмасы екендігін көрсетеді. Сонда результат үстіне кетеді. Ал total деген сөз, мынау бізде дисперсия, кәдімгі дисперсия. Мынау Y деген сөз орташама. Орташама деген орташама. Орташаманы оны қалай есептейміз? Бізде енді мынаны көрсете салған, міне орташаманы есептеген кезде, қолмен есептеген кезде, міне
мынау орта шама деген сөз y штрихті жеке мәндерін мынаның барлығын қосамыз және бізде 10 мәнді, мына жерде 10 мәнді осыны бөлеміз. Мынаның бәрін қосып 10-ға бөлген кезде мынау орта шама. Average немесе mean деп атайды, 380. То есть 380 S тоталға жеке міне кәдімгі дисперсияны табамыз. Дисперсия дегеніміз стандарт ауытқу деген бар, дисперсия деген бар. Жалпы дисперсия дегеніміз стандарт ауытқу болатын болса, стандарт ауытқу. Бұл кәдімгі мәндері мынау average сумматор деп атайды. X-тің мәні аламыз, X-тің штрих мәніне және бізге N деген мән. Осыны. Және осының стандарт ауытқу болу үшін сигманы табу үшін түбірасын алып отырады. Бізде түбірасын алмаймыз, ол түбірасын алу, ол ауытқу болады, ал тек қана сигманың өзі ол дисперсия деп атайды. Дисперсия дейді. Енді бұл жерде как раз статистиканың көмегі тиеді. Статистикада сол үшін қажет. Статистиканың қажеттілігі де осы жерде көрінеді. Сызықтық регрессияны тапқан кезде біз қараңыздар, сызықтық алгебраны өттік, көрсеттім. Плюс бағалаған кезде коэффициенттерді теңдеуді бағалаған кезде статистикаға да келіп жатырмыз. Статистикада мынандай терминдер бар, мин деген бар термин, мына жерде қойылған мин, мод, медиан деген нәрселер бар, жалпы медиан және стандарт девиation бар, STD деген бар, бұл енді старт ауытқу және сигма дисперсия деген нәрселер бар. Осының барлығы керек болады. Оны мен сіздерге көрсетіп жатқан, міне, мынау кәдімгі дисперсияны табады, дисперсияны табады, немесе сигманы. Ал мына жерде мынау уже бізде предикт бар ғой, біздің жорамалдаған мынау предикт мәндері. Міне қараңыздар, бағана менде 392 деген бір жерде шама шыққан еді. По-моему, мына жерде мынау ма бір 392 деген, или мынау 393 па, 35 жас деген осы болуы мүмкін. Осында бір шамаға келді. Жеке айырмасын, мына жер қате де болуы мүмкін. Жалпы алған кезде бізде мынандай шама шықты, айырмасы. Енді осының қатынастары бойынша жазды, алынған. Сол кезде бізде r квадрат шығады. Сонда біздің мәніміз 1-ге жақындады. Міне мынандай деген мән бар. Бізде егер 1 деген сөз, ол өте 100% деген сөз. Енді бізге осыған жақындайтын мәндер, яғни 92-де 4% дисперсияны түсіндіреді. Шынайылықты түсіндіреді, қателіктер бәрін ескерген кезде. Ал егер математика жолмен есептейтін болсаңыздар, міне мынау бізде кәдімгі true value. Мынау менде предикт, то есть мен жорамалданған мәні. Енді метриканы есептеген кезде бізде r square деп алып, сөйтеміз де кәдімгі тапқан кезде міне бізде мынау мәнді берген еді. 92-де 4% деген нәрсе береді. Осы бізде нәрсені түсіндіреді. Енді принципе мен лекцияны көрсетіп болдым. Енді сіздерге кішігірім практика жүзінде көрсете салайын. Ақыры регрессияны айтқаннан кейін регрессияда бізге енді несінде көрсете салайын. Қанша уақыт болды? 1 сағаттан асты ма уже? Міне сіздерге бұның бәрін мен түсіндіріп отырмаймын. Өйткені бұл менің мақсатым сіздерге сызық регрессияны түсіндіру, бірақ сол үшін сіздер енді хотя бы программалауды білсін деп, көрсін деп осындай нәрсені қолданады. Бізде NumPy деген екі түрлі машиналық оқыту кезде, жалпы AI-ды қолданатын кезде ең алғашқы библиотекалардың түрі, жалпы Pandas, NumPy, sklearn және визуализацияға Matplotlib. Мына жерде мыналар деректерді құрған кезде және data frame таблицалар түрінде шығарған кезде мен жазып қойдым, өзімше қысқарттым, kids, edu, age және salary деп мынандай бір таблица шығарып қойдым. Мына біздің қазіргі таблица тура сол. Және мен мынау 1, 3, 2, 1 дегенні мен өзім берген бағана 1 деген бұл орта мектеп деңгейі, орта мектеп бітірген, 3 деген магистратура, 2 деген бакалавр, 4 деген PhD дегенді мен мынау конвертация жасаған түрім. Одан кейін жасы және айлықтары. Мен ондай таблицаны берді. Мен сіздерге бағана 2 жолмен көрсеттім. Бірінші жолы жалпы NumPy арқылы шығаруға болады. NumPy деген сөз ол сызықтық алгебрада келеді. Міне бізде x деген мән бар. X-тің мәндері мынау. Біз айттық па, ең бірінші біз нені есептедік? Біздің бала саны айлыққа қалай әсер етеді? Ол үшін біз осылай істедік. Мынау бірлер бар. Бірлер деген сөз ол тұрақты шама.
0,1,0,1 ол балалардың саны. Және мынау y дегеніміз бізде вектор. Енді қараңыздар, осы есептеу бойынша бізде интерсепт бағана b дегеніміз ол 240 деген мәнді берді. А слоп деген 70. Оны қалай есептедік? Бұл жерде NumPy'дың ішінде сызықтық алгебраның өзі бар. Мынау инверсия деген сөз кері. Мына жерден формула бойынша, мынаның формуласы бойынша шығаратын болсаңыздар, инверсия деген нәрсені, менде жазбайды екен ғой. Сызамайды екен ғой. Мынау инверсия деген сөз кері матрицасы. Кері матрицаны біз айттық транспарентті матрицаға көбейттік. Мынау матрицалар көбейтіндісін білдіреді. Кәдімгі x-ті көбейттік. Не үшін? Бізде квадраттық матрицаға келтіру үшін. Мен бағана лекцияда көрсеттім. Соған сәйкес x-тіні біз y-ге де көбейттік. Міне оны мынаны көбейттік. Сөйттік та, осыдан шыққан мәнді бізде бета деген, ол бетада екі түрлі коэффициент шықты. B деген бізде интерсепт, ол кәдімгі тұрақты шама, A деген бізде слоп. Сонда 70x деген мына жақтан шығады, 240 деген шығады. Оның осының суреті ретінде, осыны мысалы NumPy түрінде шығаруға болады, NumPy арқылы да, NumPy'да мына формула арқылы. Немесе кәдімгі дайын функция бар, тура осы мәндермен шығарылады. Тіпті мына sklearn'ның астында, көбісі оны біле бермейді, sklearn'ның астында негізі NumPy бар. NumPy'дың есептеу арқылы sklearn шыққан. Sklearn дейді. Оның ішінде линейный регрессия деген бар, міне KITS бар, Y бар. Сөйтіп біздегі мына жерге predict value деген мәндер шықты. Мына жерге коэффициенттері бойынша мына жерге істей салдым, міне. Оны мына жаққа қоясың. Біздің predict value менен. Міне біздегі мәндеріміз мынау жорамалданған, тура мына жердегі мәндерімен бірдей. Интерсепт бар, мына слоп бар, міне интерсепт, слоп бар, интерсепт 240 b, тура осы x-тер бойынша. Енді осы визуализацияда тура осы мәндерді көрсете салдым, мынау балаларға айланысты. Соған сәйкес мен білім деңгейі айлыққа қаншалықты әсер ететіндігін көрсеттім. Ол бойынша мен есептедім, тура оны мынандай графиканы берді және осыны есептеді. Соған ең соңында үшінші жағдай, мен екінші жағдай бағана тек қана жасқа байланыстыны есептемеген секілді, жасқа байланысты есептеген соң, оған байланысты x деген мәнді қойдым, және линейный регрессияны қойдым да, осыдан мәнді шығара салдым. Сонда бізде жалпылама мынандай мәндер берді. Одан кейін мен жорамал жасадым. Жорамалым қандай? Менде 2 баласы бар, бакалавр дәрежесі және 35 жаста. Осыны мен сәйкесінше қай мәндер қайсыған сәйкес екендігін көрсету үшін мына жерге қойдым да, мынау 2 деген баланыкі, 2 деген education level, 35 деген жастықы. Осыған байланысты өз моделіміз мына жерге сызықтық регрессияның моделі ретінде жазғаннан кейін, оның біз жай ғана predict деп жаздым, біздегі міне жорамалымыз мәні осындай болып шықты. Енді біздің тұрақты шамамыз бар, бізде мыналар тұрақты шама. Және осы арқылы predicted value деген бар, біздің жорамал жасаған мәндеріміз бар, мыналар. Енді оны R-square арқылы метриканы табу үшін бізде мынаның ішінде sklearn ішінде matrix деген бар, соны R-square таңдаған кезде бізге Y және R-square осының айырмашылығы мына формула арқылы, мына жердегі мына формула арқылы бірден бізге шығарып береді. То есть 92-де 4 деген пайызды берді. Біздің мынау теңдеуіміз, сызықтық регрессияның мынау теңдеуіміз жалпы шамалаған кезде 92%-ті түсіндіреді деген сөз. Міне осылай жалпы мен сіздерге сызықтық регрессияның мақсатын, қолдануын, қалай есептелуін барлығын қолмен де, кодпен де сіздерге түсіндірдім. Менің бүгінгі вебинар осымен аяқталды. Лекциясы енді сіздерге сұрақтарыңыз болса енді. Түсінікті ма? Ауыр ма екен? Сұрақ бар ма? Осындасыздар ма? Бар түсінікті ғой. Жақсы. Менде оқушыларым бар сәті ғой. Бізде енді бір сағаттан астық. Егер сұрақтарыңыз бар болса, мен әлі осы жерде боламын. Мен мынаны өзімкін
бөліскенде өшіріп тоқтата салайын. Так, оны тоқтату үшін так, былай тоқтата салайын. Сонымен сабақ қалай, қызықты болды ма? Түсіндіре алдым ба барлығын? Өзі шамалы ғана қалыпты адам. Мен оқушыларымды көріп. Егер сұрақ болмаса, осымен сабағымыз аяқталды. Жақсы, сау саламат аман болыңыздар. Алдағы уақытта жолыққанша. Я қатысқандарыңыз үшін барлықтарыңызға рахмет. Келесі вебинар аптаның аяғында 22-ші 23-ші наурыздан кейін болады примерно. Соған дейін тағы да материалдар группада жіберіледі. Қатысыңыздар, бүгінгі жаңағы жіберілген контест бар. Соған қатысып көріңіздер. Келесі вебинарда кездескенше сау болыңыздар.